Былтырғы митингілерден енді көз ашқан Беларусь президенті Александр Лукашенко дәл қазір әлем назарында. Бұрын елдегі оппозициямен күресі ары кеткенде тмд елдеріне ғана тарап қоя салушы еді, енді міне бүкіл әлем, тіпті ақш сияқты алпауыт араласқан жағдай болды. Ұстау, қамау, ұзақ жылға соттау сияқты әрекеттерге бұл елде көз үйреніп кеткенде сияқты. Бұл жолы Лукашенконың тікелей тапсырмасы бойынша бір оппозиционер ұсталды. 23 мамырда Ryanair компаниясының ұшағы Афинадан Вильнюске ұшып бара жатқан. Беларусь әуе кеңістігімен ұшып бара жатып, Вильнюске жетер кезде Минск әуежайының диспетчері ұшақта мина қойылды деген хабар алғанын айтып, шұғыл қонуды бұйырады. Бірдеңе боп қалар деп қорықты ма, тіпті жойғыш ұшақты әуеге көтеріп, жолаушылар ұшағын Минскіге дейін шығарып салған. Беларусь билігі бұл жойғыш ұшақ әуеге жолаушылар ұшағына көмектесу үшін ұшырылғанын мәлімдепті. Жауынгерлік ұшақ қалай көмектесетіні түсініксіз. Әлде психологиялық көмек көрсеткісі келді ме екен? Сөйтсек, Минскіге қонған ұшақта кездейсоқ ешкім күтпеген бұл ұшақта жоғау деген Роман Протасевич бар болып шыққан. Протасевич кім? Жақында ғана әйгілі Дудьке сұхбат беріп, елдегі жағдайда өзінің қызметі туралы әңгімелеген журналист. Протасевич былтырғы митингілер туралы ақпарат таратқан. Қазіргі Беларусь билігіне қарсы көзқараста екенін ашық мәлімдеп жүрген Нехта Телеграм арнасын құрған. Алайда бір жылға жуық уақыт бұрын Роман бас редактор қызметінен өз еркімен кеткен болатын. Бірақ әлі де бұл басылымды құрған үшін жауап беруге тура келетін сияқты. Себебі мина бар деген ұшақ тексеріліп, ешқандай жарылғыш зат табылмаған. Алайда ұшақтағы барлық жолаушы қайтадан тексерістен өтіп, оның ішінде қазіргі Беларусь головного мозга Телеграм арнасының редакторы әрі Нехтаның экс-редакторы Роман Протасевич те оның сүйіктісі ресейлік айтпақшы ұсталып 2 айға қамауға алынған. Нехта Лайв Телеграм арнасының мәліметінше, журналист Минскідегі ауруханаға ауыр халде түскен. Көп ұзамай мемлекеттік бақ тергеу изоляторында отырған Романның суретін жариялай бастады. Романның жүрегі ауырды деген ақпарат осылайша теріске шығарылып, енді Нехта Лайв суретке қарап Романды ұрған болуы мүмкін деп топшылаған. Тергеу изоляторында отырған Романның видео үндеуі Спутник Беларусь Телеграм арнасында жарияланған екен. Журналист видеода оны ішкі істер қызметі өкілдері 23 мамырда әуежайда ұстағанын, бүгінде Минскідегі нөмір 1 тергеу изоляторында отырғанын айтады. Ал ұстау алдында ол ұшақта басқа жолаушыларға өзінің бұл елде ұсталса өлім жазасына кесілетінін мәлімдеген, қатты алаңдағанында айтып отыр жолаушылар. Ал бұл видеода ол қызметкерлер тарапынан маған деген көзқарас нақты әрі заң аясында. Қазір қызметкерлермен келісімге келіп отырмын және Минскіде жаппай тәртіпсіздік ұйымдастырғанды мойындайтынымды мәлімдеймін дейді. Жаппай тәртіпсіздік ұйымдастыруға келейікші. Әлгінде Нехта деп қалдық, бастапқыда Нехта YouTube платформасында ашылған. 2015 жылы Протасевич пен оның досы Степан Путила Нехта YouTube арнасын ашқан. Арна атауы ағылшынның next, яғни келесі деген сөзінен шыққан деген болжам болған. Алайда ол Беларусьтың Нехта, әлдекім сөзінен шыққан. Алғашқы кездері арна сатиралық бағыттағы музыкалар шығарып отырған екен. Ал 2017 жылы Нехта Телеграмға көшкен. Роман әйгілі Дмитрий Гордонға берген сұхбатында Телеграм арналарына ешкім қаржыландырмайтынын, ешкім қаржы аудармайтынын, ал бұған дейін ешқандай грант ұтып алмағанын айтқан. Арна жеке медиа ретінде жұмыс істейді. Нехта әлемдегі ең ірі арналардың бірі ретінде арасында жарнама арқылы ақша тауып отырады екен. Лукашенконың не қатысы бар дерсіз? Сөйтсе, артынша ел президенті Александр Лукашенко Роман мінген ұшақты қондыру туралы бұйрықты өзі бергені белгілі болды. Бұл туралы Лукашенконың баспасөз қызметімен байланысы бар Пул Первого Телеграм арнасы хабарлады. Телеграм Беларусь Еуропаны қорғады деп жазба жариялаған. Романның ұсталуы батыс елдерінің де назарында. ақш, Германия, Австрия және Польша елдері журналисті дереу босатуды талап етіп жатыр. Одан бөлек Литва президенті Гитанас Науседа бұл сұмдық жайттың артында беларусьтік жүйе тұрғанын айтыпты. Протасевичті ұстауға қатысты әрекетті Еуроодақта сынға алған. Ал Еуропалық халық партиясының көшбасшысы Дональд Туск Лукашенко тек өз елінің азаматтарына емес, сондай-ақ халықаралық қауіпсіздік үшін қауіпті адам екенін мәлімдепті. Бұл оқиғадан кейін ертесі күні Беларусь әуе кеңістігінде мынадай жағдай болған. Нехта бұл картаны плюс одна страна изгой деген атаумен жариялапты. Әуе байланысын бақылайтын сервисті Беларусь әуе кеңістігінде бірде-бір ұшақ жоғын байқауға болады. Ал өз кезегінде Беларусь бір қарағанда ұшақ бортында бомба бар деген ақпарат алғанын дәлелдей алмай
дал болған сияқты. Мысалы, ел билігі Ryanair ұшағын Хамас жарып жіберетінін айтып, қоқан-лоққы көрсеткен мәлімдеді. Хатта біз Хамас сарбаздары Израильдің Газа секторын атыс шығаруын тоқтатуды талап етеміз делінген мыс. Алайда артынша Хамас Ryanair ұшағына байланысты жағдайға еш қатысы жоғын мәлімдеп үлгерді. Олар біз кейбір күдікті тараптардың ісі болуы мүмкін әдістерге жүгінбейміз деп қана мәлімдеген екен. Кей саясаткер бұл оқиғаны Беларусь билігінің әлемдік терроры деп атап отыр. Өзге елден тағы бір өзге елге ұшып бара жатқан ұшақты тоқтатып алып, ішінде өзіне ұнамайтын адамды ұстауы Еуропа елдерінің ғана емес, ақш-тың да қытығына тиген сияқты. ақш бұл елдегі 2020 жылғы сайлаудағы адам құқығы бұзылуы, фальсификация және жемқорлықтан бастап кейінгі Ryanair ұшағы оқиғасына дейінгі жағдайларға байланысты санкция салатын болып шешкен екен. Лукашенко болса, біз Еуропаны қорғадық деп жан беріспей отыр. Оған кеткен шығынды өтеп беріңдер дегенді де қосыпты. Алайда өтеп беретін ешкім жоқ. Керісінше, Еуроодақ Беларуське 3 миллиард евро көлемінде инвестициялық көмекті тоқтатты. Осылайша Лукашенко бір ғана әрекетімен батыс елдерімен қарым-қатынасын үзе салған сияқты. Ал митингілер туралы ақпарат таратқаны үшін журналист Протасевич қалай жазаланатыны әзірше белгісіз. Әзірше осы өзекті жаңалықтарға шолу қарайым десеңіз, арнаға жазылып қойыңыз. Сау болыңыз.